Қайырлы күн баршаңызға, сағат 11:30. Ал мен қыздармен кездесуге бара жатырмын. Көпшілігіңіз білетін шығарсыздар, черный касса деген ойынды. Сол қыздармен черный кассаға бара жатырмын. Біз уже қыздармен кездестік. Гүлнар, Гүзеля. И уже барлығы біледі. Ақерке баласымен. Макулия сағанесін. И қауат баласындай бақ, түшпірі жегім келіп жатыр деп. Ахмет Кош, привет те. Привет те. Привет те. Привет те. Эй, привет тези. Жа, еген қараш. Қыздармен кездесу аяқталды. Мен тағы да Гранд Паркте жүрмін. Өзім аяқ киім алғым келген, қыстық әйтпесе мен кроссовкада жүрмін. Сол, бірақ таппай жатырмын өкінішке орай. Өзіме ұнайтын модель, өзіме ұнайтын түс. Мүлде таппай жатырмын. Өте қиын сияқты. Кеше де іздегенмін, қарағанмын. Таппай жүрмін, не істесем болады, білмеймін даже. Ертең видео бәйге, ертеңге дайындалу керек. Ұзақ аралап жүре алмадым, сондықтан үйге қайтып бара жатырмын жаяулатып. Алматыда күн қатты салқын емес, сондықтан куртканың алдын ашып жүрмін. Мына жерде жер істеп жатырмын, мына жер жасап жатыр. Сөйтіп үйге жаяу бара жатырмын. Үйге барып, түскі ас дайындап, түскі ас ішіп алу керек. Уже түс болды. Біз уже кешкі ас ішіп алдық, тамақтанып алдық. Және де бүгін сатып алған заттарымды сіздерге көрсеткім келіп тұр. Бағана Гранд Парктен еш нәрсе алмадым деп өкініп шығып едім, бірақ бүгін алдым. Мынадай плотный колготки алдым. Плотності өте жақсы. Қара түс. Және де мынадай маска алдым. Маска ретінде қолданамын. Натуральный продукт глина. Яғни саз. Бұрын кәдімгі алтайский глина дегенді қолдандым. Енді розойын қолданғым келіп тұр. Қазір қолданатын боламын. Қолдану өте оңай. Мінеке даже суымды дайындап қойдым. Осындай аздаған суға 1-2 қасық глина саламын. Өзіме қажет сұйықтықта болғанша, содан кейін бетіме жағып, толық кепкенше күтетін боламын. Және де аяқ киім алдым. Бүгін алмадым, таппадым, мұнайды модель деп жүредім. Негізі мен ақ аяқ киім алғым келді, ақ түсін. Бірақ өкінішке орай тапқан жоқпын. Сондықтан қара лакированный алуға тура келді. Осындай каблугі, яғни тақасы өте ыңғайлы. Аяқты ауыртпайды, ешнәрсе қылмайды. Қазір өзіме маска жасап аламын да, сөйтіп кітап оқуға кірісемін. Маска кепкенше кітап оқитын боламын. Мына кітаптың 23-ші бетіне келдім. Енді дальше жалғастырып оқу қажет. Және де мен ертеңгі кездесуге дайындалып жатырмын. Әдемі көйлек киіп баратын боламын. Қайырлы түн баршаңызға. Инстаграмға пост жаздым. Ертеңгі видео бәйге туралы айттым. Өзім де аздап дайындалып жатырмын. Дайындалып жатырмын дегенде қобалжып жатырмын. Енді ертең видео бәйгенің видеоларын күтіңіздер. Баршаңызға қайырлы түн тіледім. Түндеріңіз тыныш болсын. Келесі видеоблогта жүздескенше.